Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз үй жағдайында жасалатын осындай әдемі пирогтың рецептімен бөлісетін боламыз. Ол үшін бізге осындай шұңғылда ыдыс керек. Және мынандай 2 жұмыртқамыз, 1 қасық шай қасықпен нан содымыз, және 1 кесе қантымыз, 1 кесе айранымыз, 1 кесе сұйық және 2 кесе осындай ұнымыз қажет. Бұл кәдімгі иленген ұнымыз дайын күйінде осылай дайындап алдық. Енді біз 2 жұмыртқамызды салатын боламыз. Енді осы жұмыртқамызды былғап аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, жұмсақ әрі әдемі. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Осы рецепт бойынша сіздер де үйден жасап көріңіздер. Міне нан содымызды салдық. Оны да былғап аламыз. Енді қантымызды саламыз. Оны да араластырып аламыз. Енді осыған айранымызды құйып аламыз. Неше проценттегі айранды пайдалансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Домашний айран пайдалансаңыздар да болады. Мынау енді дүкеннің айраны. Қонақ келгенде, үйге, балаларға пісіріп берсеңіздер өте дәмді. Былғап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай сұйықтық пайда болды. Енді осыған сұйық майымызды құямыз. Былғап аламыз. Әбден араласқанша былғау керек. Міне осындай сұйықтық болды. Енді осыған ұнымызды 2 бөліп саламыз. Бірінші жарты бөлігін салып, 1 былғап алуымыз керек. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, қазір сұйықтау болды. Енді қалған ұнымызды қосамыз. Ұнымыздың барлығын қосты. Енді әдемілеп былғайтын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, осындай сұйықтығымыз дайын болды. Енді осыны ыдысымызға құямыз. Менде осындай резиновый ыдыс, яғни пирог пісіруге арналған. Бұдан бір жақсы жері тез алынады піскенде. Енді осы сұйықтығымызды құятын боламыз. Тағы бір былғап жібереміз. Бір жақсы жері үйде тез дайындалады. Қонақ келейін деп жатса да тезірек заттарымызды дайындап, құр салып, былғай салу ғана. Пешке салғаннан кейін құр пісуін ғана күтетін боламыз. Сіздер де үйден жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қалай шыққанын комментарийға жазып кетіңіздер. Тез дайындалатын тәттілердің және тағамдардың рецепттермен каналымда бөлісетін боламын. Күнде жаңа рецепт менде. Сондықтан
каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Енді құрып пешке салу ғана қалды. Піскенін күтеміз. Сіздер де жасап көруді ұмытпаңыздар. Міне осылай салатын боламыз. Енді пешімізге саламыз. Пешімізді 2-3 минут 180 градуста қыздырып алсаңыздар болды. Міне достар, бүгінгі біздің дайындаған пирогымыз осылай әдемі болып шықты. Енді осының арасына тығып көретін боламыз. Піскен піспеген анықтау үшін. Міне барлық жері піскен, таяқшамызға жабыспай тұр. Енді ыдыстан алып сіздерге тіліп көрсететін боламын. Сіздер де мен сияқты жасап көруді ұмытпаңыздар. Кез келген қонақтарыңызға жасап үстелдеріңіздің сәнін келтірсеңіздер болады. Міне достарыңыз, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай пирогымызды енді тілетін боламыз. Ортасы қандай болғанын. Міне осылай үлпілдек пирогымыз дайын болды. Сіздер де жасап көруді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.